Қызғаншақтық деген нәрсе бар ғой. Екі-ақ жерде ғана рұқсат етілген, қалған еш жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған рұқсат етпеген. Білесіздер, біріншісі кім дейді? Алла кімге дүние берсе дейді, қараңыз. Алла кімге мал берсе, соны күндіз де, түнде де Раббысының жолына жұмсай алса, міне сол кісіге ғана қызғаныңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол кісіге қызғану, сол сияқты бола алмай кетеміз ба деп, Омар ибн Ал-Хаттаб Абу Бәкірге қызыққан сияқты, қызғанған сияқты істесеңдер болады дейді. Радиаллаху анху аджмаин. Мынау ол қалай десе, күндіз сұрап келген адамға ол күндіз Алла үшін бере алады дейді. Түнде сұрап келген адамға да не деп айтады? Қойшы, ұйықтап жатырмын мен, түннің ішінде хабарласып адам жоқ. Түннің ішінде де Алла үшін не істейді? Бере алады дейді. Кәсіпбен ашып береді деп тарсыма қиналып жатсың ба деп, Алла разы үшін бере алады дейді. Күндіз де, түнде де Алла мал берген кісі Алла жолында жұмсаса, сол кісіге қызық дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Және кімге Алла ілім берсе дейді, соны күндіз де, түнде де шәкірт шығарып, тәрбиелеп адамзатты туралыққа бастап жатса, сол кісіге қызық дейді. Міне екі адамға ғана қызғаншақтықпен, қызығушылықпен қарауға ғана рұқсат шариғатта, қалғанына рұқсат жоқ.